күмәндансаңыз, шындықты айтыңыз. Басқа адамдардың әдеттерінен артық ештеңе түзетуді қажет етпейді. Денсаулықты сақтаудың бірден-бір жолы қаламаған нәрсені жеу, ұнатпайтын нәрсені ішу және ұнатпайтын нәрсені істеу. Өлгенімізде қолбасшыда өкінетіндей өмір сүрейік. Жақсы тәрбие бұл өзіміз туралы қаншалықты көп ойлайтынымызды және басқалар туралы қаншалықты аз ойлайтынымызды жасыру қабілеті. Бір күмәнді мақтауды тыңдағаннан гөрі, ондаған сынға шыдау оңай. Шындық біздегі ең құнды нәрсе. Сақтап алайық. Денсаулық туралы кітаптарды оқығанда абай болыңыз. Қате сіздің өміріңізге зиян келтіруі мүмкін. Достық деген соншалықты қасиетті, тәтті, мәңгілік және мәңгілік сезім. Оны өмір бойы сақтап қалуға болады, тек қарызға, ақшалуға тырыспасаң болды. Өз қайғысы бар адамдар басқаларды жұбатуды біледі. Ертеңге қалдыруға болатын нәрсені ертеңге қалдырмаңыз. Адамзаттың нағыз күшті қаруы бар, ол күлкі. Мектептің оқуыма кедергі жасауына ешқашан жол бермедім. Жақсы достар, жақсы кітаптар және ұйықтап жатқан ар-ұждан. Тамаша өмір. Егер сіздің қиялыңыз шоғырланбаған болса, сіз көзіңізге сене алмайсыз. Бақытты болу үшін өз жұмағында өмір сүру керек. Сіз шынымен бірдей жұмақ барлық адамдарды қанағаттандыра алады деп ойладыңыз ба? Сіз бірдеңе жасамаймын деп сөз бергенде, сіз оны міндетті түрде орындағыңыз келеді. Қайда бара жатқанын білмейтін адам дұрыс емес жерге келгенде қатты таң қалады. Әжімдер тек күлкі болған жерлерді белгілеу керек. Мыңдаған данышпандар белгісіз өмір сүреді және өледі, не басқалар танымайды, не өздері танымайды. Адамдардың бәрі бірдей ойласа, жарыста ешкім ойнамас еді. 50 жаста адам оптимист болмай есек бола алады, бірақ есек болмайынша ол енді оптимист бола алмайды. Бізге өз ойларын батыл айтатын адамдар ұнайды, егер олар біз сияқты ойласа. Балалар мен ақымақ әрқашан шындықты айтады дейді ескі сөз. Қорытынды анық, үлкендер де, дана адамдар ешқашан шындықты айтпайды. Өз әзілін түсіндіріп жатқан адамнан асқан аянышты көрініс жоқ. Көбінесе адамды адастырудың ең сенімді жолы оған шынайы шындықты айту. Жақсы болу адамды қатты шаршатады. Әйелім екеуміз келіспейтін болсақ, әдетте оның қалағанын жасаймыз. Әйелім мұны ымыраға келу деп атайды. Егер сізге ақша керек болса, бейтаныс адамдарға барыңыз. Егер сізге кеңес керек болса, достарыңызға барыңыз. Егер сізге ештеңе керек болмаса, туыстарыңызға барыңыз. Күнделікті өзіңізге ұнамайтын нәрсені жасауды мақсат қойыңыз. Бұл алтын ереже сіздің міндетіңізді жиіркенбей орындауға көмектеседі. Егер сіз көпшіліктің жағында екеніңізді байқасаңыз, бұл өзгеретін кез келгеннің сенімді белгісі. Әрқашан дұрыс нәрсені жасаңыз. Бұл кейбір адамдарды қуантады және басқаларды таң қалдырады. Жерді сатып ал, енді оны ешкім өндірмейді. Асыл, адал еңбектің арқасында қолымызға тиген әрбір нысан бізге тәттірек, сүйкімді көрінеді. Кез келген алдау емделуі мүмкін, егер пациент оған сенімді болса. Көбінесе кішкентай нәрселер жарнаманың арқасында үлкен болады. Менің өмірімде көптеген уайымдар болды, олардың көпшілігі ешқашан болған емес. Бүкіл әлем саған қарыздар деп айтпа. Әлем саған ештеңе қарыз емес. Ол бірінші осында болды. Өлім қорқынышы өмірден қорқудан туындайды. Толық өмір сүрген адам кез келген уақытта өлуге дайын. Табыстың сыры бастау. Адам өмірі дегеніміз не? Бірінші 3/1 жақсы уақыт, қалғаны ол туралы естелік. Адам сүйіспеншілікті ояту үшін көп нәрсеге баруға дайын, ал қызғаныш сезімін ояту үшін одан да көп нәрсені жасайды. Адам өзінің рұқсатынсыз өзін жайлы сезіне алмайды. Адамның адал екенін білудің бір ғана жолы бар, одан сұра. Егер ол иә деп жауап берсе, оның алдамшы екенін білесіз. Өзіңізге деген сеніміңізді түсіруге тырысатындардан аулақ болыңыз. Ұлы адам, керісінше, сіз ұлы бола аласыз деген сезімді оятады. Сіз киіміңізге немқұрайлы қарауыңыз мүмкін, егер бұл сіздің мінезіңізде болса. Бірақ жанды ұқыпты ұстау керек. Егер сіз тек шындықты айтсаңыз,
Сізге ештеңені есте сақтаудың қажеті жоқ. Адамның миы керемет нәрсе. Ол сөз сөйлеу үшін тұрған минутқа дейін жұмыс істейді. Сізге ақша маңызды емес сияқты жұмыс істеңіз. Ешкім көрмегендей билеңіз. Сізді ешкім естімейтіндей ән салыңыз. Ешқашан сатқындық көрмегендей сүй және жер көктей өмір сүр. Мен бірден жауап бере алатыныма қуандым. Мен солай жасадым. Мен білмеймін дедім. Әрбір эмоция еріксіз, егер ол шынайы болса. Мейірімділік, саңырау еститін, соқыр көре алатын нәрсе. Егер достық бітсе, бұл оның ешқашан болмағанын білдіреді. Бақытты, яғни көршіміздің бақытын көбіміз көтере алмаймыз. Бүкіл үй мен ауланы толтыруға бір бала жетеді. Өлім төсегімізде екі нәрсеге ғана өкінеміз: аз сүйіп, аз саяхаттағанымызға. Жас, бұл біздің ойымызда бар нәрсе. Егер сіз бұл туралы ойламасаңыз, ол жоқ. Жоғалтып алмау үшін арнамызға жазылып қойыңыз. Бейнеміз ұнаса лайк басып достарыңызбен бөлісіңіз және пікірлер жазыңыз. Қай дәйек сөз сізге ұнады? Келесі жолы біздің арнада кездескенше.